Армысыз көрермен, Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар және тізгіндемен Асаубек Айымбет. Әуел бүгінгі күннің басты ақпараттарын көріп алайық. Кентауда маньяк бар ма? Қаладағы аулалардың бірінен адамның денесі табылған туралы ақпарат әлем желілерге тарады. Оқиға орнын тексерген полицейлер ақпаратты растады ма? Жай-жапсарын баяндаймыз. Фастфудтың шұбырған жарнамасын шектеу керек. Президент тез дайындалатын астың адам өміріне аса қауіпті екенін еске салып, үкіметке жаңа тапсырма берді. Мемлекет басшысы сондай-ақ мұғалімдерді қаптаған қағазбастылықпен ешқашан бітпейтін есеп беруден босату туралы айтты. Мы давно договорились, что это недопустимо. Құрылтайдың бірінші сессиясы өтетін күн белгіленді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жарлыққа қол қойды. Бірінші шақырылымдағы құрылтай депутаттарының аты жөні белгілі ме? Көріңіз. Отандастарымыз Қытайда, ал қытайлықтар біздің елімізде өз жүргізу куәлігімен көлік тізгіндеуі мүмкін. Ішкі істер министрлігінің жаңа жобасы автомобиль жүргізуді жеңілдететін мүмкіндік жайлы қаулы қашан күшіне енеді? Талаптары қандай? Бұл өзгеріске не себеп? Кентауда маньяк жүрген рас па? Әлеуметтік желіде тараған осындай ақпарат қала тұрғындарын әбден шошытыпты. Елді дүрліктірген қауесет бойынша қоқыстан әлдебіреудің мүрдесі табылыптымыз. Бұл әңгіме полицейлерді аяғынан тік тұрғызып тексеру жүргізген кезде ешқандай адамның мәйіті болмаған. Қазір жалған ақпараттың қайдан тараған және мән-жайы анықталып жатыр. Әлеуметтік желісінде таралған бейне түсірілімдер және дыбыстық жазбалар, яғни Кентау қаласында маньяк немесе мәйіттің табылуы жалған ақпарат екендігін мәлімдеймін. Хабарлама бойынша жедел тергеу тобы толық құрамда оқиға орнына барып, қарап тексеру барысында қоқыс жәшіктерінде ешқандай адамның мәйіті анықталған жоқ. Астанада Ұлдана Мырзуанның қазасына қатысты сотта тағы бір жәбірленуші жауап берді. Оқиға кезінде ауыр жараланған Гүлнар Қалиева сол күнгі жағдайды баяндады. Оның айтуынша сіңілісі екеуі дүкенге кірмек болғанда үстеріне кіріп шұқылап, жарақат алған, бірнеше күннен кейін қолына ота жасалып, ауруханадан шыққан соң ұзақ уақыт төсекке таңылған. Жәбірленуші денсаулығына байланысты қиындықтарға тап болғанын айтып, тартқан зардап үшін өтемақы талап етті. Айта кетейін, марқұм фельдшер Ұлдана Мырзуан осы Гүлнар Қалиеваға медициналық көмек көрсетемін деп келіп жазым болған еді. Қарап отсам, бізді бұлай на стороне біз ығыстырып қойған. Біздің алған жарақатымызға кім жауапты? Неге біз бір жағында қалып қойымыз керек? Жарақатымыз жеңіл, желпі жарақат емес. Морально, психологически, физически травма алып отырмыз. Бізде ескерусіз қалмауымыз керек. Қазір біз жұмыс істемейміз, мен де сіңлім де. Біздің материальный, моральный шығындарымызды кім өтейді? Батыс Қазақстан облысында қызылша дерті өршіп барады. Жыл басынан бері 300-ге жуық адам ауырған. Бұл індет әсіресе екпе алмаған жандарға шығып жатқан көрінеді. Бұған қоса көк жөтелге душар болғандар да көбейіп елдің есін шығаруда. Ауыл аймаққа қарағанда облыс орталығы Орал қаласында тіркелген науқастың саны көп. Мамандар дабыл қағып, вакцина алуды, тазалықты сақтауды және адам көп шоғырланатын жерде сақ болуды ескертіп жатыр. Біздің облыста ауа тамшылы жұқпа ауруларының көбеюі байқалып отыр. Бұл жаңа көк жөтел және қызылша. Қызылшаны айта кететін болсақ, 7 айдың 2025 жылда егер барлығы 18 жағдай тіркелсе, осы 2026-да 280 жағдай тіркеліп отыр. Бұл енді жаңағы ең басты тиімді алдын алу, ол айтып кеткендей екпе алу. Елімізде 10 сотық жер алу үшін 4 миллионнан астам азамат кезекте тұр. Заңға сәйкес жер телімі тегін беріледі, алайда учаскеде су, электр желісі секілді қажетті коммуникациялар болуы шарт. Жауаптылар кезектің баяу жылжуын дайын аймақтың тапшылығымен және инфрақұрылым тартуға қаржының жетіспеушілігімен түсіндіреді. Соған қарамастан жыл сайын шамамен 20 мың қазақстандық тегін жерге қол жеткізеді екен. Талап бойынша азаматтар кемінде 3 жыл ішінде үй салуы қажет. Бұл шарт орындалмаса, жер мемлекет меншігіне қайтарылады. Өтініш берушілер саны бойынша Алматы облысы көш бастап тұр. Мұнда 1 миллионға жуық адам кезекте тұр. Түркістан облысында бұл көрсеткіш 500 мыңнан аса, Ақмола облысында 400 мыңға жуық азамат жер телімін күтуде.
Құрылтайдың алғашқы сессиясы өтетін күн белгілі болды. Бұл ел тарихының жаңа кезеңі парақталатын сәт. Президент жарлығына сәйкес бірінші шақырылымдағы құрылтай отырысы 28 тамызда сағат 11:00-де шымылдығын түреді. Демек, осы жұма күннен бастап жаңа депутаттық корпус ел болашағына қатысты маңызды шешімдерді қабылдауға кіріседі. Ал оған дейін халық сенім білдірген 5 партия кандидаттар арасында мандаттарын бөліп орталық сайлау комиссиясына ұсынып үлгеруге тиіс. Мұғалімдерді пайдасыз тексерістерден босату керек, қағазбастылықпен бітпейтін есептен мезі болған ұстаздардың мәселесін мемлекет басшысы көтерді. Тамыз конференциясына қатысқан Қасым-Жомарт Тоқаев педагогтерді жөндеу жұмыстарына, сондай-ақ оқу процесіне қатысы жоқ қоғамдық іс-шараларға тартуға жол бермеу керектігін жеткізді. Президенттің айтуынша, қазір білім беру базасын жаңғырту қолға алынған, яғни бүкіл мемлекеттік сервис пен қызмет біріктіріледі. Соның нәтижесінде мұғалімдер қыруар уақыт алатын шаруадан арылады екен. Саладағы олқылықтарды жіпке тізген мемлекет басшысы мұғалімдерді қара жұмысқа жеккен жауаптыларға тікелей тапсырма берді. Мы давно договорились, что Бұл жөнінде әлдеқашан келіскенбіз. Бұған жол беруге болмайды. Оқу ағарту министрлігі мен әкімдіктер басқармалары ең алдымен құқықтық нормативтік актілермен саланы реттеу базасын жетілдірумен, оқу процесін тиімді ұйымдастырумен және білім беру бағдарламаларын мұқият саралаумен айналысуы қажет. Елімізде фастфудтың жарнамасына тыйым салыну мүмкін, өйткені бургер құмар бала көбейген. Ал өскелең ұрпақтың денсаулығы бірінші орында. Мемлекет басшысы бүгінгі жиында осылай деді. Тез дайындалатын тағамдар зиянды әдеттердің қалыптасуына ықпал етіп, ағзаға түсетін салмақты арттырады. Салдарынан елдің еңбек әлеуетіне кері әсерін тигізіп жатыр. Фастфудтың зардабын айтып сөзін сабақтаған президент Қазақстанда 7 мыңға жуық бала қант диабетімен ауыратын мәлім етті. Олардың саны көбеймесе азаймай тұр, сондықтан құрамында май, қант және тұз мөлшері жоғары өнімдердің жарнамасына шектеу қоюды ұсынды. Алайда бұл мәселенің медициналық қана емес саяси астары да бар. Сол себепті үкіметке проблеманың оңғыл-шұңғыл мұқият зерттеп тиісті шараларды қабылдауды тапсырды. Түркістан облысындағы білім сапасы төмен, мұны бүгін президенттің өзі айтты. Тамыз конференциясында сөз сөйлеген мемлекет басшысы аталған аймақтың оқу ағарту жүйесінде ағаттық барын мәлімдеп, тағы 4 өңірде көңіл көншітпейтін көрсеткішке тоқталды. Қасым-Жомарт Тоқаев білім саласында кадр тапшылығында тілге тиек етіп, үкіметке жаңа тапсырмалар берді. Педагогтердің басын қосқан алқалы жиыннан әріптесім баяндасын. Түркістан, Ұлытау, Атырау, Ақтөбе және Алматы облыстары дәл осы өңірлердегі білім сапасын президент бүгін сынға алды. Астанада өткен педагогтердің тамыз конференциясына мемлекет басшысы ұлттық бірыңғай тестілеудің биылғы нәтижесіне тоқталды. Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстары, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларының түлектері жоғарғы көрсеткішке қол жеткізген. Бірақ бір қатар өңірде сапа жағы ақсап тұр. әсіресе тиісті министрлік пен әкімдік Түркістан облысындағы ахуалға назар аудару керек. ПИСА 2022 ұйымның зерттеуде Түркістан облысындағы білім сапасының мәз емес екенін көрсетті. Бұл аймақтың оқу ағарту жүйесінде олқылықтар әлі бар деген сөз. Жиында білім саласының біраз түйткілі президент назарынан тыс қалған жоқ. Кадр тапшылығы, педагогтердің біліктілігі, жасанды интеллекті мектеп бағдарламасына енгізу мәселесі де қамтылды. Ал ең бастысы, әр балаға тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы білім алуға тең мүмкіндік жасау, деді мемлекет басшысы. Сондықтан қажетті инфрақұрылым салып, шалғай елді мекендерге мықты мамандар тартуды президент үкімет пен әкімдіктерге тапсырды. Бұл үкіметтің және әкімдіктердің алдында тұрған жедел міндет, жұмысты жоспарлы түрде тездетіп атқарып, нақты нәтижелерге қол жеткізу қажет. Жалпы төмен нәтиже көрсеткен барлық аймақтың әкімдері бұл бағыттағы жұмысты күшейтуі керек. Үкіметке осы жұмысты тиімді үйлестіруді тапсырамын. Бұдан бөлек президент әкімшілігіне үкіметпен бірлесіп, төмен нәтиже көрсеткен облыстарға нақты көмек көрсетуді, мысалы, арнайы талдау жүргізуді тапсырамын. Ал үкімет білім жүйесінің тиімділігін арттыра түсетін жан-жақты зерттелген шешімдер ұсынуға тиіс. Бұл мәселеде жетістікке ие болған мектептер мен даму институттарының
мүмкіндіктерін кеңінен пайдаланған жөн. Жасанды интеллектіні меңгерген, кітап оқитын, терең ойлайтын, әрі алған білімін іс жүзде қолдана білетін ұрпақ тәрбиелеу білім жүйесінің жаңа бағдары. Президент педагогтер алдына нақты міндет қойды. Жаңашылдыққа ұмтылған мен тәрбие мен адамдық құндылықтарды назардан шығармау қажет. Өйткені жауапты әрі сапалы ұлттың негізі дәл осы мектеп қабырғасында қаланады. Ұстаз ұлттың шамшырағы. Мұғалімнің еңбегі ең жоғарғы құрметке лайық деген президент бір қатар педагогке арнайы марапат табыстады. Бұл қатарда кездейсоқ адам жоқ. Бәрі де ұлт болашағын тәрбиелеу жолында қалтқысыз қызмет еткен жандар. Бұл марапатты мен Астана қаласында өткен тамыз конференциясына қатысқан біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының қолынан алғаныма өте қуаныштымын. Бұл марапат тек менің марапатым емес, бүкіл Маңғыстау халқының, Маңғыстау облысының марапаты деп есептеймін. Адал еңбек қашанда бағаланатынын осында отырған әр ұстаз анық сезінді. Мемлекет басшысының жаңа оқу жылы жемісті болсын деген тілегі мұғалімдерді қанаттандырғаны сөзсіз. Жауапты ведомство мен педагогтер үшін атқарылар жұмыс енді айқын. Қырмызы Жандос, Айтуған Бағланов, Евразия бірінші арнасы. Балалардың қанжығасы майланған жыл. Ұлттық қор балаларға жобасы іске қосылғалы 7 миллионға жуық ұл-қыздың есепшотына қаражат аударылды. Мемлекет басшысы бұл бастама өскелең ұрпақты қолдаудағы ең маңызды жетістіктеріміздің бірі екенін атап өтті. Сондай-ақ президент ЮНИСЕФ-тің мәлімдемесіне де тоқталды. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы балалар қорының айтуынша, еліміз осы сала бойынша Орталық Азиядан бөлек Еуропадағы бірқатар мемлекетке үлгі болып отыр. Осы тұста Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық ұйымға ризашылығын білдіріп, бұл бағытта көп жұмыс атқарылғандығын тілге тиек етті. Балаларды қорғау және олардың жан-жақты даму үшін қолайлы жағдай жасау аса маңызды міндет. Бұл мемлекет саясатындағы негізгі басымдықтың бірі. 2024 жылы 695,5 миллион доллар. 2025 жылы 888,8 миллион доллар. 2026 жылы 901,7 миллион доллар болды. Білім беру саласында ауыз толтырып айтатын жетістік көп, әсіресе жаңа мектептердің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Ұлы мамандық иелерінің алдында сөйлеген президент жағымды статистиканы айтты. Соңғы 5 жылда елімізде 1120 білім беру нысаны бой көтеріп, 1 миллионнан астам баланы құшақ жая қарсы алған. Сондай-ақ ауылдағы 5000 мектеп жаңарды. Бұдан бөлек материалдық техникалық қоры заман талабына сай жабдықталып, 7000-нан астам робототехника, химия мен физика кабинеттер іске қосылған екен. Соңғы 7 жылда бұл саланың бюджеті 3 есе өсіп, 6,4 триллион теңгеге жетіпті. Осы орайда президент білімге бағытталған инвестиция болашаққа салынған ең үлкен капитал екенін тағы да еске салды. Мектеп құрылысын бәсеңдетпей, одан сайын үдете түсуді тапсырды. Өзге тақырыптарға ойыссақ, енді Қытай мен Қазақстанда ортақ жүргізуші куәлігі пайда болуы мүмкін. Ішкі істер министрлігі көлік жүргізу құжатын өзара тану туралы келісім жобасын әзірледі. Жаңа бастаманың негізінде екі елде де темір тұлпар тізгіндеуді жеңілдететін келісім ұсынылды. Қазір құжат ашық нормативті құқықтық актілер порталына жарияланып, 30 тамызға дейін көпшілік талқысына түспек. Егер жоба қабылданса, Қазақстан мен Қытай азаматтары қолданыстағы ұлттық жүргізуші куәлігі мен екінші елде жеңіл автокөлік жүргізе алады. Бұл үшін тиісті талаптарды сақтау қажет. Куәлікті айырбастау кезінде азаматтарға қайта оқып, емтихан тапсырудың қажеті болмайды. Алайда рәсім құжат айырбасталатын елдің заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Атлант мұхитында тағы бір ұшақ ұшты күйлі жоғалып кете жаздады, бірақ Америкадан Еуропаға бағыт алған Boeing лайнері дер кезінде жердегі мамандарға дабыл беріп үлгерді. Кейіннен әуе көлігі Азор аралдарындағы әуежайға қонуға мәжбүр болды. Әзірге пилоттардың апат түймесін не үшін басқаны белгісіз. Швейцариялық әуе компаниясына тиесілі бортта 222 жолаушы отырған. Төтенше оқиға бойынша мамандар тексерісті бастап кетті. Жаһандағы өзге де оқиғалар келесі топтамада.
Қош бол Америка. Дональд Трамп көші-қон саясатын мықтап қолға алайын деді. Ақ үй басшысы бұған дейін әлем халқына оңды солды таратылып келген иммиграциялық визаны уақытша тоқтатты. Сондай-ақ президент әкімшілігі елшіліктер мен консулдықтарда белгіленіп қойған кездесулердің де күшін жойды. Тіпті департамент жан-жақтағы дипломаттарына виза сұрап келетін азаматтарды толық зерделеуді міндеттеді. Себебі мұхит асып барған мигранттар ертең мемлекетке алақан жайып жәрдемақыға қарап отырмауы тиіс. Ал әнеміне рұқсат қағазына қол жеткізетін азаматтардың жеке поштасына келіссөздердің уақытша тоқтатылғаны жөнінде хабарлама жіберілген. Десе де шектеулер қай уақытқа дейін созылатыны белгісіз. Айта кету керек, бұл Трамптың көші-қон саясатына енгізіп отырған алғашқы өзгеріс емес. Бұған дейін Ақ үй 200-нан астам туристік және іскерлік визаның күшін жоятынын мәлімдеген еді. Аустралия төтенше оқиға Альпі баурайында екі жеңіл ұшақ аспанда соқтығысты. Апат шамамен 350 метр биіктікте тіркелген. Жергілікті биліктің дерегінше планер бір әуе көлігін жергілікті аэродромға жеткізбек болған. Сол сәтте пилоттар арақашықтықты есептей алмай бір-біріне түйіскен екен. Соққыдан ұшақтар жерге құлап, толықтай жанып кетті. Ал тізгінде болған 36 және 70 жастағы пилоттар ауыр жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Бірақ ақ халаттылар оларды аман алып қала алмады. Өртенген техникаларды сөндіруге 100-ден астам маман мен 32 арнайы көлік жұмылдырылды. Францияның оңтүстігінен маза кетті. Испаниямен шекаралас аймақта аяқ асты дүлей дауыл тұрып, жұртты әбден әбігерге салды. Табиғаттың тосын мінезінен ғимараттардың шатыры ұшып, ағаштар тамырымен жұлынып кетті. Желдің екпіні кей жерлерде сағатына 117 шақырымға дейін жеткен. Алдын ала есеп бойынша дауылдан 300-ден астам үй бөлініп, 40 адам түрлі дене жарақатын алған. Ал құтқарушылар үйінің астынан 2 азаматты тауып алды. Қазір аймақта төтенше жағдайлар және коммуналдық қызмет мамандары иық тірестіріп жұмыс істеп жатыр. Бет қаратпайтын жел электр желілеріне де зақым келтірген көрінеді. Елді мекенде 1400 үй жарықсыз қалды. Аталысқа кеткен даңқты желаяқ Усейн Болтқа тең келетін бәсекелес ақыры табылды. Бірақ атлет адам емес. Бейжіңде өтіп жатқан бүкіләлемдік роботтар олимпиадасында механикалық спортшы атақты ямайкалық спринтердің қаймағы бұзылмай келе жатқан рекордына ауыз салды. Құлтемір 100 метрлік қашықтықты 9 секунд 32 миллисекундта бағындырды. Бірақ жарыс басталардан бұрын инженерлер бір қулыққа барған көрінеді. Олар гуманоидтың аяғының ұзындығын 10 сантиметрге ұзартып көмектескен сияқты. Десе де алғашқы заманауи ойындарда құлтемірлер тек шапшаңдығымен емес, өзге де қырларымен көпшілікті таңғалдырып жатыр. Мысалы, роботтардың бірі ұзындыққа секіру сайысында 8 метрге қарғыған екен. Ал енді бірі ауыр атлетикада 16 келілік зілтемірді қиналмай бағындырған. Құлтемірлер арқан тарту спортында да ешкімге дес берер емес. Қайыркен Отыншы, Еуразия, бірінші арнасы. Қоқыстан да пайда тауып кәсіп ашуға болады. Түрлі қағаз қорапты қайта өңдеп, кәдеге жаратқан іскер азамат зауыт ашып 300-ге тарта адамды жұмыспен қамтып отыр. Таза Қазақстан акциясын қолдаған алматылық кәсіпкер бұл бастама тек көшедегі шашылған қоқысты жинаумен шектелмеу керек. Оны әрі қарай қайда төгеміз, жиналған қалдық көбейсе зардабы қалай болады деген сұрақ бәрімізді ойландыру керек деді. Біз шығаратын өнімдер кез келген салаға ауадай қажет. Мәселен, сүт, ет, көкөніс және басқа да азық-түлік түрлері осы картон қаптамаларға оралады. Бүгінде кәсіпорнымыз жылына 25-30 миллион шаршы метр көлемде өнім өндіреді. Ал Астана әуежайы бүгін ұшу, себебі Эквадордан чемпиондар келді. Дзюдодан кадеттер құрамасы құр қол келмеді, 11 медаль әкелді. Бұл бұрын соңды болмаған тарихи жетістік. Осы спорттан тұңғыш әлем чемпион атанған қазақ қызында жұрт сән салтанатпен қарсы алды. Сюжеттен көріңіздер. Сонау Эквадордан жеңіс арқалап келген дзюдошыларға деген құрмет бұл. Әуежайдың іші бір сәтте мәре-сәре болды да қалды. Күтіп алушылардың қуанышында шек жоқ, оған жас спортшылар да мәз. Өте жақын сәттермен, өте күшті эмоция. Қаншама еңбек, қаншама тердің, сонша уақыттың бәрі ақталды. Ахмет айтып отқандай, қанша еңбек, қаншама тер төк. Осы әлем чемпионатында өнер көрсету үшін, барымыз салу үшін, осы медальді алу үшін қаншама еңбек төктік. Көптің
арасынан көзге Фатима Супуғалиева түсті. Ол 30 жолы қазақ дзюдошы қыздарының арасынан тұңғыш әлем чемпионы атанды. 52 келі салмақта күрескен шынашақтай ғана ару қарсылас қыздардың бәрін татамиден тоңқалаң асырыпты. Бірақ түгел жеңдім деп масаттанып тұрған жоқ. Үшінші Австралия қызымен қолға волевой әдісімен жеңдім. Және төртінші жартылай финалда Израиль қызымен тоже волевой әдісімен жеңген болатын. Ал финалдық белдесу ол Украина қызы. Өте жақсы дайындықпен келген көрініп тұрды. Ең жақсы қарсыластарымның бірі. Сен ең мықты қазақ қызы келдің ғой, е? Білмедім, иә, наверное. Менің қолдап отырған Батыс Қазақстан облысы дзюдо федерациясы бәріне үлкен алғысым жеткізгім келеді. Ең бірінші мақсатым енді қазіргі сол Олимпиада ойындарында алтынға ие болу. Фатимадан бөлек Эквадорда алтын алған чемпиондар Расулхан Хабиб пен Әділжан Жаудинов те осында. Ал Бегарс Құдайберген, Ахмет Баубек, Ерік Үсенов, Бекали Еркен қола тағынса, ал Әдия Жанахмет, Әділжан Нұрбекен, Інжу Жұмажан күміс жүлде әкелді. Бас бапкерлері шәкірттердің жеңісін көптің тілеуі деп қарапайымдық танытты. Өте қуаныштымыз. Барлық спортшыларымыз осы жеңіске сай өнер көрсетті. Біз осыған дайын бардық. Спортшыларымыз бір жылға жуық дайындалды. Әр спортшыларымызға жеке дайындықтар жүрді. Спортшылар 100% тапсырманы орындап, осында керемет нәтижеге қол жеткізді. Үлкен алғысымызды айтамыз. Осы спортшыларды жарысқа дейін керекті жабдықтармен, витаминдермен бірігіп жұмыс жасаған. Бұл жеңістің артында тек спортшылар емес, осыншама қаншама ұйым, ұжым, министерство бар, біздің федерация бар. Жалпы Қазақстан жеңісі. Олай дейтіні жекелей белдесулерден бөлек Қазақстан құрамасы болып аралас командалық сында алғашқы әлем чемпиондығын иеленді. Тарихи нәтиже. Бұрын соңды болмаған 11 медаль жеңіп отыр біздің спортшыларымыз. Париж олимпиадасынан кейін алынған жаңа бағдарлама бойынша жұмыс істеп келе жатырық. Сол бағдарламада біздің елімізге Седрик атты кеңесшіміз келді. Соның нақты жұмысы және де бас бапкеріміз Баймахамбетов Мирланның оны айтап кететіндей, осы жүйе енгізілгеннен кейін 3 жыл бойы алтын медальсіз қоржыннан қайтқан емес. Командалық алтын ол да тағы бір тарихи жеңіс. Енді жалпы осы әлем чемпионатта тарихи жеңістер көп болды. Федерация өкілі тарихи жеңіс дей берді. Бұрын соңды болмаған нәтижелері сол күйі тарихқа еніп кетпей, келешек жеңістерге жетелесін. Ақбөпе Тәңірберген, Мақсұт Сарабаев, Еуразия бірінші арнасы. Соңғы ақпаратқа тоқталайық. Алматыға велосипедпен келген корейлік туристерге жерлестеріміз жол жөнекей көмектесіп, ұлттық тағамыз ұсынды. Демалыс күндері бір топ дос 5 төбе су қоймасына демалысқа шыққан көрінеді. Қайтар жолда шаршаған екі кәріс азаматын кездестірген. Амандық сұрай келе, олар 2 аптадан бері велосипедпен Көлсай, Қайыңды, Сары, Шелек сияқты еліміздің көрікті жерлерін аралап, жолдары мегаполиске түскен айтқан жастар бірден жолаушыларды көлігінен салып қалаға жеткізіпті. Онымен қоймай, мүлдем жылқы етін жеп көрмеген шетелдіктерге ұлттық асымызды ұсынып, бауырсақ, қымыздан дәм таттырып, мәз мейрам қылған екен. Бұл келіп түскен соңғы ақпарат еді. Эфирде әрі қарай көреміз шоу жалғастырады. Амандықта жүздескенше.